Canva арқылы креатив жасау. Ол үшін Canva приложениесіне кіресіздер. Ішінде көп деген негізі креативтер бар. Осы креативтерді алып пайдалана бересіздер. Мысалы, мен сіздерге көрсету үшін кез келген біреуін ала салайын. Мысалы, осыны алып алып, мына жердегі жазуын, фотосын өзгертіп, просто өзгертіп пайдалана бересіздер. Мысалы, таргет жарнамасын жасаймын. Ең креатив жасаудың ең оңай түрі және Canva приложениесін пайдалану. Бұл Canva-ның ішінде бұдан бөлек те көп деген нәрселер жасай аласыздар. Таргет жарнамасын жасаймын. Бұдан басқа да түрлі креативтердің түрлері бар. Өте әдемілері бар. Ішінен қарап таңдайсыздар өздеріңіз. Мен сіздерге түсінікті болсын деп көрсете салып жатырмын. Осылай қоямыз. Мына жерге мысалы тек бүгін 50%, тек бүгін 20% жеңілдік. 20% жеңілдікке үлгеріп қал деген сияқты сөздерді жазып, подробная батырмасын басыңыз, я болмаса WhatsApp-қа жазыңыз деп қойсаңыздар болады. Бұл өте оңай жолы. Canva приложениесі арқылы креатив жасаудың оңай жолы.